Сәлеметсіздер ме, қадірменді телекөрермен қауым, эфирде Уақыт КЗ бағдарламасы, студияда мен Сәния Орынбасар. Бүгін біздің студиямызға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының діни оңалту бөлімінің меңгерушісі, Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің рат мүшесі Қанат Алшынбаев мырза қонаққа келіп отыр. Қанат мырза, сәлеметсіз бе? Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Қанат мырза, осы елімізде карантиндік шектеулер енгізілгеннен бастап мешіттер тарапынан қалай және қандай жұмыстар атқарылды? Алдымен осы сауалдың жауабын беріп кетсеңіз. Шын мәнінде осы карантин басталғалы қаншама қай салада болмасын қолымызды байлап қойғаны рас. Біздің дін саласында да жалпы мешіттердің қызметіне де өзіндік сондай кері әсерін берді. Десек те біздің муфти хазіретіміздің айтқандай карантинге есіктер жабылғанмен жақсылық жасаудың есіктері жабылған жоқ. Біздің мешіттеріміз қайырымдылық шараларын әрмен қарай тіпті одан да бұрынғыдан да белсендірек жұмысын атқара бастады. Одан қалды үгіт насихат жұмыстарын интернет желісінде, ғаламторда жұмыс істеуге бар күшін бағыттады. Ұстаздарымыз, мешіттің діни басқармадағы мамандар, сол бөлім меңгерушілері, ғалымдарымыз сол ғаламтор беттерінде арнайы парақшаларда дәрістерін тікелей эфирде онлайн түрде сабақтарын жүргізе бастады. Былайша айтқанда сол интернет желісінде уағыз насихат қолға алынды. Карантин басталғалы жұмыс түбегейлі аяқталып қалды деп айтпаймыз. Өз деңгейінде сақтап қалдық. Жалпы осы жаңа форматта жаңа форматта, әлбетте сол осы жаңа форматта жұмыс істеуге белсене кірісіп кетті де осы діни басқарма қызметкерлері. Жеке айтқанда әр мешіттің имамдары бар, ол жердегі ұстаздар бар, әр қайсының парақшалары бар. Мешіттердің сол беттерінде қазіргі таңда міне тікелей онлайн бейнеде шығып дәрістерін жүргізіп жатыр. Шетелдегі жат ағымның ұстаздары өз ұстанымдарын тарату үшін жаңа технологияларды көптеп пайдаланып келеді. Оны бәріміз де білеміз. Осы тараптан, діни басқарма тарапынан сәйкесінше қандай жұмыстар атқарылды? Әлбетте жаңағы осы сәтті пайдаланып кез келген мысалы ағым болсын, кім болсын өзінің бағытында пайдалануға тырысып жатыр да, өзінің деструктивті идеологияларын таратуға бар күшін салып жатыр да. Бірақ мемлекет және осы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы тарапынан ол жерде де біз өзіміздің бағытында жұмыс істей бастадық. Біріншіден мемлекет тарапынан мысалға егерде қандай да бір сайттың немесе бір парақшалардың деструктивтігі анықталатын болса, әлбетте ол жерде белгілі бір процестер жүреді. Ондай анықталған жағдайда құрықталады, ол сайттар бұғатталады, жабылады. Егерде жеке бір тұлғалар сондай бір үгіт насихатын жүргізетін болса, оларға кәдімгідей сотты болып жаңағыдай іс қозғалып та жатқан жағдайлар тіркеліп жатыр да. Сол үшін ол жерде де жұмыс жүріп жатыр да. Яғни бақылау, қадағалау бар. Әлбетте. Сосын діни басқарма тарапынан біздер өзіміз мысалға бөлім ретінде ол жерде мониторинг жүргіземіз. Қандай парақшалар бар, қандай сайттар бар, олардың ішінде мысалға бір радикалды бір бейнеде бір мысалға бір сөздер бар ма, әрекеттер бар ма, осының бәрін біздер анықтаймыз да. Өзіміздің әр өкілдікте, әр өңірде өкілдеріміз бар да, жауапты өкілдеріміз, соларға хабардар етеміз. Міне сіздердің өңірлеріңізден осындай азаматтар радикалды бір бағыттағы сөздерді айтып жатыр деген сияқты нәрселерді біз анықтап оларға жеткіземіз, айтамыз, олар әрмен қарай өз тарапынан жұмыстарын жүргізіп жатыр. Яғни бұл сіз басқарып отырған оңалту бөлімінің жұмысы ғой. Бұл бөлімнің де ашылғанына көп уақыт бола қойған жоқ. Осы бөлімнің жұмысы, мақсаты туралы айтып берсеңіз, және қандай жетістіктеріңіз бар осы уақытқа дейін жеткен? Енді жалпы біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасында 4 негізгі айқындалған бағыт бар. Ең негізгі бағыттар. Соның бірі жат ағым мен
күрес. Енді бұған дейін осы наурыз айына дейін, осы жылдың наурыз айына дейін жеке осы жатағымға жауап беретін бір бөлім болған жоқ, қадағалайтын бір бөлім болған жоқ. Ол басқа бір бөлімнің ішінде болған. Ал енді жалпы осы қазіргі таңда осы жатағыммен күрес, деструктивті идеяларға қарсы профилактикалық жұмыстарын жүргізу ол актуалды ғой. Сол үшін оған арнайы бір бөлім ашу керек деп шешті муфти хазіретіміз. Осы наурыз айында ғана бөлім ашылды. Сол ашылған бетте өзімді сол бөлімге меңгеруші етіп тағайындады. Міне сол мезеттен бастап біздер ең бірінші жаңа айтқандай әр өңірге өзіміздің жауапты өкілдерімізді тағайындап қойдық. Әр өңірден, әр облыста, мысалға осы Қарағанды облысында жауапты өкіліміз бар. Ол ай сайын бізге есебін жіберіп тұрады. Не осы айда атқарылды, қандай шаралар, жеке кездесулер болды ма, басқа бір жалпылама шаралар болды ма. Енді қазіргі уақытта біздер сол онлайн сабақтар жүргізуді қолға алдық. Тіпті түзету мекемелеріне де біздің жігіттер сабақтарын, дәрістерін жүргізіп жатыр. Оны да айта кету керек. Ол да бір еңбек. Олар қазір карантин екен деп бүкіл қолын қусырып отырған жоқ. Олар жұмысын жасап жатыр. Сонымен қатар біздер әрбір облыста осы бағытта нақты атқаратын имамдардан құралатын топтар құрдық. Біздің 19 өңір жауапты бар ғой өкілдеріміз. Әрқайсының қол астында топтары бар. 10 адам бола ма, 20 адам бола ма. Ең көбі міне қателеспесем осы Қарағанды облысының имамдары үлкен топ құраған, барлығы осы бағытта жұмысын жасайды. Ал жауапты өкіліміз айдың соңында біздерге есебін жібереді. Қандай осы айда жұмыстар атқарылды. Біздер осы 8 айдың мысалға нәтижесін шығардық. Немесе жарты жылдық, кварталдық нәтижелер шығарамыз. Ол жерде мысалы қаншама адамды біз оңалттық. Қаншама адамды біздер осы Ханафи мазхабына бет бұрғыздық деген сияқты нәтижелер шығып жатыр. Құдайға шүкір, оның енді нақты санын айтып бұл жерде керек емес деп ойлаймын. Бірақ нәтиже жоқ емес. Нәтиже айтарлықтай бар. Бар. Осы 8 айдың ішінде біраз нәтижеге қол жеткіздік. Қаншама бауырларымыздың бетін бері қаратып, кәдімгідей өзіміздің дәстүрлі ислам жолын қабылдауына септігімізді тигіздік. Одан қалды Жусан жобасы бойынша қайтарылған азаматтарымыз бар, жерлестеріміз бар. Олармен де жұмыс жасауға біздің имамдарымыз белсенді жұмыс атқарып келе жатырды. Ол жерге де біз атсалысып жатырмыз. Сондықтан осы діни оңалту бөлімі жалпы қазір айтқанда өзінің жұмысына кірісіп кетті. Сол діни оңалту жұмысына толығырақ тоқталып өтсеңіз. Мысалы, біздің Қарағанды облысы ең өзге ұлт өкілдері көп шоғырланған, көп ұлтты үлкен аумақ. Осы облыста мысалы қазақ тілді ғана емес, өзге тілде сөйлейтін ұлт өкілдері бар. Соларға қатысты қандай да бір үгіт насихат, дұрыс исламды түсіндіру жұмыстары қалай, жатағымға түсіп кеткен азаматтарымыз бар, азаматшаларымыз бар. Солардың мәселесін шешу жолы қалай жүріп жатыр? Енді біздер діни оңалту бөлімі деп аталамыз ғой. Жалпы оңалтудың түр-түрі бар да. Мысалы, психологиялық оңалту болуы мүмкін, әлеуметтік бір оңалту жолдары болуы мүмкін да. Ал біз енді діни тұрғыдан, былайша айтқанда теологиялық тұрғыдан оңалдырамыз. Шын мәнінде қаншама бауырларымыз деструктивті діни ағымдардың жетегінде кетіп қалды, алданды. Енді былайша айтқанда уланып қалды. Олардың бәрін енді біз оңалдыруымыз керек та. Енді көп жағдайда біздер енді қарасақ орыс тілді бауырларымыз, азаматтарымыз сол жатағымның жетегінде кетіп қалған. Неге? Өйткені мешітке келген кезде ол жерде уағыз насихат қазақша жүргізіледі, қазақ тілінде. Ал олар түсінбегеннен кейін қайда жүгінеді? Әлбетте интернетке, ғаламторға жүгінеді да, сөйтіп ол жерде ұрынады. Жаңағы жатағымның жетегінде кетіп қалып жатады да. Міне осы тұста біздің қазір Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бұл жағында қолға алды. Енді бұрында болды, бірақ тиісті деңгейде болмады. Қазір енді дұрыс жолға қойылды дейсіз. Қазір міне қойылып келе жатыр. Мысалға Нұр-Сұлтан қаласының өзінде орыс тілді имамдардың тобы құрылып, олар өз орнына уағыз насихаттарын, сабақтарын бастап жатыр қазір ғаламторда. Мысалы, Facebook беттерін қарасаңыз, тіпті өз басымда орыс тілді имам болғаннан, сөйлей алатын болғаннан кейін
өзімде қазір орыс тілінде бір күнде бір уақытта Хикмет ТВ деген парақшамыз бар муфтияттың. Сол парақшада сейсенбі күні кешкі сағат 6-та орысша өзім сабақ жүргіземін. Мысалға, басқа да имамдарымыз бар, олар да солай дәрістерін жүргізе бастады. Жалпы сосын республика бойынша сол орыс тілді имамдардың былайша айтқанда пулы қырылды да, солар бір жинақталды, тізімі, енді әрқайсысына тапсырма беріп, олар да жеке-жеке жұмысқа кірісіп жатыр. Осы орыс тілінде, орыс тілді жамағатқа оларды біз ескеруіміз керек. Мысалға, біз орысша дәріс жүргізіп жатқан кезде сұрақтар келіп жатады. Неге қазақша айтпайсыңдар? Қазақша айтпақсыға болмады ма деген сияқты, қазақша айта алмайсың ба деген сияқты кішкене халық арасынан түсініспеушіліктер болып жатады. Енді бұл жерде біз көп ұлтты ел болғаннан кейін олардың да жағдайын ескеруіміз керек. Жаңа жат ағымға кетудің себептерінің бірінде осы орыс тілді уағыздардың ақпараттың дұрыс жетпеуі, жеткілікті түрде болмағаннан кейін енді сол олқылықтың біз орнын толтыруымыз керек та. Сол себепті ол жерде орыс тілінде де айтылу керек. Өйткені дін деген ол арабқа немесе қазаққа түскен дін емес қой, жалпы адамзатқа түскен дін болғаннан кейін ол жерде мысалға қате ұғымдар бар. Кәпірдің тілі деген сияқты нелер бар, ол қате ұғым негізінде. Ол кәпірдің тілі емес, ол орыс ұлтының діні. Алла Тағала Құранда біз сендерді бір-бірлерін тану үшін, білу үшін ұлтқа, тайпаға бөлдік дейді. Яғни біз бір-бірімізді тану үшін керек. Мысалға бір ұлт бар, олардың осындай әдет ғұрпы бар, киімі осындай, тілі осындай деп біз бір-бірімізді танимыз. Бір-бірімен жанжалдасу үшін емес, бір-бірін тану үшін, білу үшін деп Алла Тағала оның өзінің даналығымен ұлттарға бөліп қойған. Сол үшін біздер орыс тілін болсын, қай тілін болсын жоққа шығармауымыз керек. Әрине бұл жерде халықтың арасында сондай нелер, түсініспеушіліктер болып жатады. Неге сендер мешітте осындай тілде сөйлейсіңдер деген сияқты, бірақ келе иншалла түсінеді деп ойлаймыз. Кезінде мешіттің ішінде де уағыздарда осылай орыс тілді уағыздар жүргіземіз дегенде біраз халық тарапынан түсініспеушілік болды да қабылдамады. Бірақ уақыт келе түсінеді деп ойлаймыз иншалла. Сол үшін ол жағынан қолға алынды қазір. Қанат мырза, халық арасында имамдардың имиджі деген түсінік бар. Жаңағы имамдардың авторитеті мен имиджінің төмендігі жайында да сөз бар. Жалпы қазір жағдай оңалған секілді. Біріншіден мына нәрсені айтқым келеді. Біздер көпшілік емес, белгілі бір сан Facebook беттерінде отырамыз, ғаламторда отырамыз да, ол жерде сол белгілі мөлшерде адамдар сол діни басқарма қызметкерлеріне, имамдарға деген кері бір нелерін, пікірін айтқаннан кейін бүкіл біздің елдің пікірі сондай деп қабылдап қалады да. Негізі басым көпшілігін қарасаңыздар, жалпы имамдармен жақсы байланыста, оларды сыйлап құрметтейді. Біздер жаңағы ғаламторға қараймыз да, ойлаймыз бүкіл Қазақстанның ойы солай шығар деп. Енді ол жоқ емес. Ал енді жалпы жұмыс істеген кезде мысалға біреулер жамандайтындар ол болмай қоймайды. Ол болады. Ол мысалы ғалымдардың сөзі бар. Енді бұл жерде өзімізді ақтаған емес. Жалпы егер біреу бәрі мақтап жатса дейді, онда ол жұмыс істеп жатқан жоқ дейді. Егер барлығы жамандап жатса, онда да ол жұмыс істеп жатқан жоқ дейді. Егер біреулер мақтап, біреулер жамандап жатса, міне ол сонда жұмыс істеп жатыр. Яғни жұмыс істегеннен кейін біреуге ұнамай қалуы мүмкін. Ол бәріне ұнай қоймайсың. Ол сын болады да. Сол үшін ол дерлік барлығының ойы, пікірі сондай деп мен келіспеймін да, мысалға. Ал енді болған күннің өзінде де енді қазіргі уақытта жалпы біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы тарапынан форумдар ұйымдастырылды. Білетін шығарсыздар, бірнеше форум өтті, сол жерде құжаттар қабылданды. Ол құжаттардың бірінде мысалға имамның келбеті, тұлғалық келбеті мысалға қандай болу керек, оның қызметтері қандай болу керек сияқты құжаттар қабылданған. Сол талаптар бекітілген арнайы құжаттар, құжат болып бекітілген, әр имамның қолында бар. Сондықтан қазір кез келген имам өзінің жаңа келбеті бойынша жұмыс істеп жатыр. Ол киімі болсын, жалпы білімділігі болсын, жаңа қазіргі заманға сай зияткер имам мысалы қандай болу керек, осының бәрін талаптарға қойып жатыр қазір. Деңгейі Құдайға шүкір қазір күннен күнге артып жатыр да. Сол себепті ол жағынан дұрыс әрекеттер жасалып жатыр. Біршама ойлаймын қазір жалпы халықтың алдында имамдардың деңгейі ол көтеріліп келе жатыр да. Енді халықтың да былайша айтқанда өзінің
несі де ақпараты кеңейіп жатыр ғой, олар да көріп жатыр, кім нақты жұмыс істеп жатыр. Мысалы қайырымдылық саласын алсаңыз да қай жерде болмасын имамдар өздерінің атсалысып жатыр да, жұмысын жасап жатыр. Сосын келесі біріне мысалға жаназа мәселесіне келген кезде, мысалы бір әдет ғұрыптар орындап жатқан кезде халықтың да бір несі бар, кемшілігі, олар көшеде жүрген біреулерді алып кетеді, имам деп енді қабылдайды да, олар барып ақша сұрайды жаназа өткізу үшін. Мысалы ана бір асқа барады, сол кезде ақша талап етеді. Ол мешіттің қызметкері емес, бірақ оны имам молда деп қабылдағаннан кейін оның жаманаты кімге келеді? Барлығы мешітке келіп жатыр. Мешіттің имамдары. Сосын сол жағынан да қарауымыз керек. Біздер сол үшін анықтаймыз, сол имам нақты мешіттің қызметкері ме? Көп жағдайда олай болмайды. Көп жағдайда өздері көшеден, өздері мысалы жерлес бір моллалары болады, өздеріне таныс молданы арнайы мешіттен шақыру керек дейсіз ғой. Сол үшін біздер сол халыққа кеңес береміз, сіз мешіттен алыңыз. Егер мешіттің имам қызметкерінен сондай әрекет шығып жатса, онда біз шара қолданамыз. Ол жұмыстан да кетуі мүмкін, сондай әрекет жасаған үшін. Неге? Өйткені ешқандай имам жаназа атқарған үшін, қандай да бір діни шараны атқарған үшін ешкім ақша талап ете алмайды. Сол үшін сондай ескеру керек. Көп жағдайда біздің имам атына кір келтіретін басқа бір нелер бар да, азаматтар бар. Соны ескеру керек. Жақсы. Қанат мырза, қазіргі таңда бізде ас беруге көп адамға рұқсат жоқ. Дегенмен де карантин жағдайында қалай ас берген дұрыс? Осы ас беру шарттары туралы айтып берсеңіз. Осы карантин басталғалы бізде жалпы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы қалай жаназа намазын өткізу керек. Ол жерде адамдардың шектелу саны, мысалы 30 адамнан көп болмасын, туыстары ғана болсын деген сияқты тәртіптерді сақтасын, талаптарды сақтасын деген нелер қойған еді, талаптар. Енді мүмкіндігінше орындауға тырысады, бірақ енді бізді бір-бірімізді сыйлайтын, аруақ сыйлайтын халық болғаннан кейін бәрі келеді. Бәрібір кішкене кейде сақталмай қалатын жағдайлар бар да, өкінішке орай. Одан кейін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан ас берудің да жолын бәрін көрсетіп, түсіндіріп берді. Сонымен қатар жалпы қазір жаңа бір үлгіде осы аруақтарға бір пайда тигізу көздерді көрсетіп жатыр да. Қалайша? Мысалы қазір міне күні кеше ғана бүкіл республика бойынша бір апамыздың құрметіне оның ұрпақтары не істеді? Бүкіл республика бойынша азық-түлік таратты. Мысалға ас бергеннен гөрі мына бүкіл халыққа оның пайдасы болды да. Ол жерде мұқтаждар пайдасын көрді да. Нағыз мұқтаждар. Сауабы. Міне сондай бір форматтарға біздер көшуге болады да. Міндетті түрде ас беру. Қазір енді карантин жағдайда ертең сіз асқа шақырасыз. Мысалға бір орын алды ондайлар. 10 адам болады, өзіміз ғана боламыз дейді да. Ол жерге барғаннан кейін 4-5 төл адамдар болады да. Ол жерде енді әлбетте тәртіп сақталмайды, арақашықтық сақталмайды, барлығы маскамен келмейді деген сияқты. Сол үшін ол жерде ертең біреу ауырып қалса ше, ол ауырып қалғаннан ертең дүниеден өтіп кетсе ше, мысалға оның бәріне сіз себеп болып қалуыңыз мүмкін да, жаңа атқарған, өткізген адам. Сол үшін мынандай жолдарын іздеу керек. Біздер енді атақ деген қойыңыз, мына нені іздеуіміз керек. Сауабы қайда? Мен аруаққа қалайша пайда тигізе алам? Қалайша мен көмек бере алам? Енді оларға біз олардың атынан жақсылық істейміз ғой, солай емес пе? Ал енді азық-түлік тарату, міне альтернатива. Былайша айтқанда, ол сауапты іс. Оның сауабы кімге жазылады? Кімнің атынан жасалды? Кімнің атынан жасалды, соған барады. Солайша біз сондай форматтарды да көруіміз керек та. Құрбан айт кезінде де сондай альтернатива ұсынылды ғой діни басқарма тарапынан. Құрбан айт кезінде де мысалға онлайн құрбан айт несі жасалды, мысалы 20-20. Бұның барлығы шариғатта рұқсат етілген нәрсе. Бұл халықтың жағдайына қарай жасалған дүние. Солардың жағдайын. Біреулер ойбай діни басқарма, имамдар ақша жеп жатыр. Ол жерде керісінше имамдар қаражат тұрғысынан ұтылды демесеңіз, ол жерде ешқандай пайда көрген жоқ имамдар. Қайта халықтың ыңғайына. Неге? Өйткені шариғатта рұқсат етілген. Мысалы мен осы жерде тұрып, ол карантин уақытында да емес, осы жерде тұрып мен мысалға өз елімдегі бір бауырыма мысалға телефонмен хабарласып, менің атымнан құрбан шал десем, ол шала алады. Ол шариғатта рұқсат нәрсе. Өкілдік дейді бұны.
шариғатта, көрдіңіз бе? Сол үшін бұл жерде ешқандай бір шариғатқа ағаттығы жоқ. Біреулер кәдімгідей ол жаңалық шығардыңдар, бүйттіңдер, сөйтіңдер, қайдан алдыңдар деген сөздерді айтты. Ол діндің негізін білмегеннен кейін, дұрыс түсінбегеннен кейін сондай сөздер кетті да. Сол үшін біздер дінді түсініп алайық. Ол мақсаты не? Ол жерде жасалатын құрбандықтың мақсаты не? Ол жерде жаңағы жалпы қан шығуы, құрбан шалыну және ол еттің мұқтаждарға жетуі. Алла тағалаға нең жетеді? Сенің бойұсынғаның. Ол қандай бейнеде шалынады? Өзің бауыздайсың ба, немесе басқа біреу? Ең бастысы ниет. Қасында тұрғанның өзінде де сен өзің бауыздамайсың, мысалы. Қан шығарып жатқан басқа біреу оны өкілдікпен жасап жатыр, солай емес пе? Сол үшін ол онлайн құрбанда ешқандай бір ағаты жоқ. Қайта ол халықтың жағдайына қарай жасалған дүние. Жақсы, Қанат мырза, уақытыңызды бөліп бүгін біздің студиямызға келгеніңізге, көптеген пайдалы мәлімет бергеніңізге, өзіңізге көптен көп рахмет айтамыз. Ал қадірменді қауым, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.